Ассаламуғалейкум, құрметті көрермен, Алтай Ньюс медиа орталығы сіздермен Қуаныш Рахметоллаұлы. Маңызды оқиғаларды салмақтап, ел тынысынан хабар жеткізетін боламыз. Шығыс Қазақстан облысының әкімі Ермек Көшербаев облыс әкімдігінің мәжілісінде аудан басшыларының есеп беру тәсілін сынға алды. Өңір басшысы баяндамаларда құрғақ сандар емес, нақты жұмыс пен нәтиже көрсетілу керек екенін ескертті. Шығыс Қазақстан облысының әкімдігінің мәжілісінде өңірде көктемгі егіс жұмыстарына дайындық барысы пысықталған болатын. Атап айтқанда жиында Алтай, Самар және Шемонаиха аудандар әкімдерінің есептері тыңдалуы керек еді. Алайда аймақ басшысы алғашқы баяндамадан-ақ ескерту жасады. Маған кеңес заманының жаттанды есептері қажет емес, одан да нақты нәтижелерді көрсеттіңіз. Қағазға қарап оқып бермей, жағдайды өз сөзіңізбен айтып беріңіз. Бұл жұмысқа осыншама қаражат бөлдік. Жұмысты осындай уақытта орындаймыз дегендей облыс әкімдігінің мәжілісінен онлайн режимде қарапайым тұрғындар да көріп отырды. Сол себепті бұл жерде айтылған сөздер халыққа да түсінікті болуы шарт. Ал статистиканы өзімізде оқи аламыз, деді облыс әкімі. Шығыс Қазақстан облысының 171 мектебі алдағы уақытта Starlink технологиясы бойынша кең жолақты интернетке қосылады. Бұл туралы бүгін өткен облыстық мәслихаттың кезекті тыс сессиясында Шығыс Қазақстан облысының әкімі Ермек Көшербаев мәлім етті. Аймақ басшысының айтуынша, өңірімізге жеткізілген заманауи құрылғы алдағы сәуір айынан бастап орнатыла бастайды. Нәтижесінде шалғайдағы ауыл халқы да сапалы интернеттің игілігін көретін болады. Мұндай тәжірибе Алматы облысында бар екен айта кеткен жөн. Starlink 2015 жылдан бері іске асырылып келе жатқан американдық SpaceX компаниясының жобасы. Ондағы мақсат әлемнің кез келген нүктесіндегі пайдаланушыны жылдамдығы жоғары, кең жолақты интернетпен қамтамасыз ететін ғаламдық спутниктік жүйе құру. Ол үшін әйгілі Илон Масктың компаниясы орбитаға 30 мыңға жуық спутник ұшыруды көздеп отыр. Облыс орталығында ұлыстың ұлы күніне орай ерекше байқау өтпек. Қалалық әкімдік Наурыз мейрамына орай үздік киіз үй байқауын жариялады. Ұлттық құндылықтарды дәріптеп, этносаралық қатынастарды нығайту мақсатында ұйымдастырылып отырған сайыс 22 наурызда республика алаңында өтеді. Байқауға қатысуға Өскемен қаласындағы кәсіпорындар мен ұйымдар, қоғамдық бірлестіктер және ұжымдар шақырылды. Жеңімпаздарды анықтау үшін киіз үйдің ішкі безендіруі, ұлттық салт дәстүрлер мен әдет ғұрыптарды көрсету, мерекелік нөмірлерге назар аударылмақ. Сайыс жеңімпаздар бағалы сыйлықтармен марапатталмақ. 1 наурыздан бастап елімізде бірыңғай уақыт белдеуі енгізілген болатын. Осыған орай Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы жаңартылған ораза кестесін жариялады. Қасиетті Рамазан айы 11 наурызда басталады. Ал сәуір айының 5-нен 6-сына қараған түні қасиетті Қадыр түні. 10 сәуір ораза айт мерекесі. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төралқа мәжілісінде пітір садақасы еліміз бойынша 2 келі ұнның орташа бағасы негізінде 640 теңге болып бекітілді. Катонқорақ қарайда 3 ірі инвестициялық жоба жүзеге аспақ. Катонқорақ ауылында 5 жұлдызды қонақ үй салынып, Өрнек ауылы абаттандырылмақ. Сонымен қатар Катонқорақ ауылындағы қолданыстағы әуежайды қайта құру жұмысы жоспарлануда. Ал аудан әкімі биыл негізгі капитал инвестиция тарту мақсатында туризмді дамыту саласы бойынша 3 ірі жобаны жүзеге асырмақ. Марқакөл ауылындағы Марқакөл ауылының мектеп-интернат колледжі облыстық старт профи шығыс стенд мобын өткізді. Іс-шараның мақсаты мектеп оқушылары мен жұмысы жастар арасында өз мүмкіндіктеріне сәйкес қызмет саласын еркін таңдауға жол ашу. Старт профи шығыс стенд мобына 88 оқушы қатысты. Бұл шараға Шығыс Қазақстан облысындағы колледждер мен университет өкілдері мен аудан оқушылары қатысты. Стенд моб өткізудегі негізгі мақсат идеологиялық үгіт-насихат жұмыстарын жүргізу және мектеп оқушылары мен жұмысы жастар арасында өз мүмкіндіктеріне сәйкес қызмет саласын еркін таңдау жағдайында өзін-өзі анықтауды дамыту деп мәлімдеді Марқакөл ауданының әкімдігі. Науқастардың нағыз досына айналған мейірбике Майгүл Есмұратова Шығыс Қазақстан облысы көпсалалы онкология және хирургия орталығында 40 жылдан астам уақыт бойы жұмыс істеп келе жатқанын мақтанышпен айтады. Майгүл
Төлеуханқызы өзінің еңбек жол 1982 жылы медициналық колледжді бітіргеннен кейін бірден мейірбике болып бастады. Және осы жылдар ішінде үлкен кәсіби жолдан өтті. Қазір Майгүл Есмұратова онкологиялық орталықта аға фармацевт. Жұмысы ерекше назар аударды, қажырлы еңбекті және жауапкершілікті қажет етеді. Өйткені барлық дәрі-дәрмек пен олардың құжаттары мұқият тексеріліп, дұрыс сақталуы, бөлімдерге бөліну және қатаң есепке алынуы керек. Майгүл Төлеуханқызы жұмысқа әрқашан қуанышпен баратынын айтады. Онкологиялық орталықта оны күнделікті мейірімді ұжым қарсы алады. Оның тәжірибесі бағаланады, еңбегі атап өтіледі. Майгүл Есмұратова бірнеше рет облыс басшылығы мен денсаулық сақтау басқармасының марапатына ие болған жан. Құрметті ағайын, біз түйіндедік, арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Жаулығы желбіреген, жүрегі елжіреген, аяулы аналардың көктемдей жайқалған арулардың мерекесі құтты болсын. Әр істеріңіз берекелі, әр күндеріңіз мерекелі болсын.